Сәлем барлықтарыңызға, бүгін біз осындай өте дәмді пирог жасайтын боламыз. Ең бірінші бір жұмыртқаны алып, оған 200 грамм сахар қосып, оны көпіртіп миксерлейміз. Көпіртіп миксерлеп алғаннан кейін оған 200 грамм сүт қосамыз, 200 мл сүт қосамыз. Сүт қосып тағы да миксерлеп аламыз. Осыдан кейін 50 грамм сұйық май қосып араластырамыз. Содан кейін 1 чайный ложка сода мен уксусты гаситетіп саламыз. Немесе разрыхитель қоссаңыздар да болады. Және де осыдан кейін 400-450 грамм ұнды дайындап аламыз, бірақ оның барлығын бірден қоспай, оны бөлшектеп қосамыз. Бөлшектеп қосып миксерлейміз. Сіздер солай қалдырсаңыздар да болады, немесе арасына мен секілді мүйіз, немесе өрік қосып пісірсеңіздер де болады. Менде өрік және де мүйіз. Осыдан кейін табамызды майлап аламыз, және де осыған жаңағы дайындағанымызды қосамыз. Қосып болғаннан кейін 200-220 градуста 20-25 минут пісіреміз. Сіздер глазурмен әдемілесеңіздер де болады, немесе онсыз да дастарханға қоя берсеңіздер де болады. Немесе глазур жасап, оны одан да дәмді қылуға болады. Менде глазурға 100 грамм сахарный пудра, және де 50 грамм сливочное масло, және де оған 50 грамм сүт қосамыз. Одан кейін оған 2 чайный ложка ұнды қосып араластырамыз. Ұнды қосып араластырғаннан кейін оны жай отта қыздырып, осындай консистенцияға келтіріп аламыз. Және де қамырымыздың толық суығаны көз жеткізгеннен кейін барып, осы сместі бетіне жаға бастаймыз. Жаққаннан кейін бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әрлеуге болады. Мысалы алма, немесе көптеген мысалы конфеттарды қойып жасасаңыздар да болады. Менде әртүрлі түсті конфеттер бар. Міне осындай, сондай сеуіп жасасаңыздар да болады, өте дәмді болады. Осыдан кейін дастарханға қоя берсеңіздер де болады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Мен осы жерге Instagram парақшамды қалдырып кетемін. Міндетті түрде жазылыңыздар. Сау болыңыздар.